семіздік төсек әлсіздігіне алып келеді ме дейді. Қарасақ енді бәрінде бірдей деп айта алмаймын, но біздегі қандағы инсулиннің көбеюі кейбір балалардың салмақтары қосылған кезде бойында гормондар төмендей бастайды. Осы арқылы өзінің әлсіз екенін, физикалық жағынан, төсектік жағынан әлсіз екенін байқай бастайды. Бұл жігіттің бойындағы артық салмақ жыныс жүйесінің әлсіреуіне әсер етіп тұр. Ол қалай әсер етеді? Осы толып кетсек, жыныс жүйенің әлсіреуі қандағы инсулиннің көбеюінен, адам салмақ қосқан кезде эстроген гормондар көбейеді. Яғни әйелдік гормондардың азайып басым болуынан біздің тестостеронды подавлять етіп тоқтатады, төмендетеді. Осы арқылы еркектің бойындағы әлсіздік, шаршағыштық, зауқы болмайды ешнәрсеге, әрине еркек әйел типке айналып кетуі мүмкін. Осы жағдайларда әрине еркектің потенциясы түседі, төсектік әлсіздікке алып келеді. Сол себепті осы тексеру барысында біз инсулин гормондарын тексереміз. Өйткені инсулин резистенттілік ер балалардың бойында ұрықтың төмендеуіне, потенцияның төмендеуіне, әйелдерге либидоның төмендеуіне алып келеді. Әзіргі оның негізгі себептері қазіргі уақытта қаптаған фастфудтардың әсерінен, тамақтанудың дұрыс болмауынан, ұйқының дұрыс болмауынан, ер азаматтардың стресстік жағдайларға байланысты салмақтың жиналуынан ерлер осы проблеманы зардап шегіп жүр. Осыны қалай шешуге болады? Егер де сіз сол углевод дейміз, көмірсуларға тәуелді болсаңыз, одан бас тартуға тура келеді. Егер жақсы, қалыпты, төсектік мықты болғыңыз келе ма, өзіңіздің сүйікті тамағыңыздан бас тартыңыз керек. Керек болса қанттан бас тартыңыз. Керек болса қалыпты ұйқыны реттеңіз. Түнгі смена, күндізгі сменаға ауысыңыз. Осы арқылы сіз бір нәрсеге қол жеткізу үшін бір нәрседен бас тартуға тура келеді. Керек па гормондарыңыз? Түсіріңіз. Өйткені инсулиннің жоғарылауы, тестостеронның төмендеуі, пролактиннің жоғарылауы бұл гормондардың бұзылысынан байланысты. Мүмкін біреулердің бойында давлениені түсіретін препараттар қабылдап жүр. Токсикалық әсеріне байланысты дәрілердің, кейбір адамдардың осы потенциясы әлсірей бастайды. Енді факторлар өте көп. Жыныс мүшенің әлсіреп кетуі негізінен артық салмақ, алкоголь, депрессия, стресс, қант диабет аурулардан кейін, мысалы, тамырларды бойында қанның мүшеге бармай қалуынан мүше әлсіреп кетеді. Даже төсектік қатынас жоқ деп атады. Сонымен қатар кейбір жұмыс істейтін кісілердің, радиацияның ішінде жүретін кісілер, рентген, болмаса химия факторлары, мысалы, әртүрлі адамның ағзасына зиян тиетін жағдайларда осы еркектің жыныс жүйесін әсер етуі мүмкін. Маған келді, мысалы, рентген істеп жүрмін, постоянно рентген түсіремін, жыныс жүйем дұрыс істемейді. Яғни радиация әсер етіп отыр осының жыныс жүйесінің төмендеуіне. Біреу салмақ қосып едім, потенциям түсіп кетті, оған алда нормально еді. Мен значит салмағын түсіру керек болды. Мен тәуелді болып қалдым, қант жемесем тұра алмаймын. Қант жемеймін дейді, бірақ кола ішемін, напиток ішемін, бірақ бәрі қант. Кейбір адамдардың бойындағы дұрыс тамақтанбаудың кесірінен осы проблема кездесіп жатыр. Енді айта берсек, ол тақырыпты өте ұзақ, көп. Сол себепті бүгінгі тақырыптың түйіндей келе, артық салмағыңыз сізге кедергі болып жүр ма, түсіріңіз. Комфорты ма, жүре бер. Егер де осы симптомдар кезіп жатыр ма, онда күрес. Біздің не ішіп не жеп жатқанымыз бүкіл ағзамызға әсерін тигізеді. Соған байланысты айтатын енді кеңесім, өзіңнің бойында болып жатқан нәрсе болып жатыр ма, симптом бекерден бекер болып жатқан жоқ. Оған бір Алла тағала саған сездіріп тұрған шығар. Сол себепті әрекетке берекет. Әрекет еттің болсаң, Алла тағала ар жағынан нәтижесін береді. Аман сау болайық достар, ауырмайық.